Ассалаумағалейкум. Жақында TikTokта бір видео көрдім. Бір ағылшын Ақтауда 15 жыл тұрады екен, бірақ қазақша білмейді. Қазақша үйренбеуінің себебін айтады. Ол уақытының бәрін жұмыста өткізген екен, ал жұмыста негізгі тіл орыс тілі дейді. Арасында кейде ағылшын тілі қолданылады дейді, бірақ негізінен жұмыстың бәрі орыс тілінде өтеді. Сондықтан ол қазақ тілін мүлдем үйренбеген дейді. Жұмыста әріптестердің ешқайсысы оған қазақ тілін үйретпеген, ешкім оған қазақша түгіл, тіпті орысша да сөйлегісі келмеген, бәрі оған тек ағылшынша сөйлеген. Өйткені бәрінің ағылшын тілін үйренгісі келеді, әрқайсысына практика керек, сондықтан олар ағылшынша практика алу үшін бәрі оған ағылшын тілінде сөйлеген екен дейді. Орыс тілінде ол шамалы үйренді дейді, былай кішкене өте қарапайым деңгейде, қазақ тілін мүлдем үйренбеген. Және ол бір қазақ қызына үйленген екен, екеуі 5 жыл бірге тұрған. Ол қазақ қызы ағылшынша судай, оған ешқандай практика қажет болмаса да, үйде ол тек ағылшынша ғана сөйлеген екен, ешқандай қазақ тілін ол үйде қолданбаған. Яғни жұмыста да үйде де ол қазақ тілін үйренбеген, оны үйренетін ешқандай мүмкіндік болмаған дейді. Қазір ол бір орысқа үйленіп алыпты, онымен үйде жартылай орысша, жартылай ағылшынша сөйлеседі дейді. Қазір ол зейнетке шықты, жұмыс істемейді, орыс тілін шамалы үйренгені бар, ал енді қазақша маған үйренуге ешқандай қазір қажеті де жоқ деп айтып жатыр. Осыдан не түйуге болады? Бізде Қазақстанда кеңсе тілі қазақ тілі болмай, ешқашан ол қажетті деңгейге дейін дамымайды. Мен де өзім осыны байқаған, мен біраз жерде жұмыс істедім, сонда бір байқағаным, қай жерде болмасын, әсіресе офистерде ұжым 100% қазақ болса да, бәрінің қазақшасы судай болса да, олардың бәрі жұмыста негізінен орыс тілінде сөйлеседі. 90% орысша сөйлеседі. Өйткені бізде солай қалыптасып қалған. Бізде кеңсе тілі орыс тілі болып қалыптасқан. Ол сондай әдет, бойымызға әбден сіңіп кеткен, ол әдеттен біз әлі құтыла алмай жатырмыз. Кейбір жерде ұжымдар бір-бірімен қазақша сөйлесетін ондай бар, бірақ терминологияны олар бәрібір орыс тілінде айтады, және бүкіл жиналыстар, семинарлар бәрібір орыс тілінде өтеді. Сондықтан бізге қазір қазақ тілін қажетті деңгейде дамыту үшін, оны қажетті деңгейге көтеру үшін міндетті түрде кеңсе тілін қазақ тілі қылу керек. Ал ол үшін бізге кемінде 3 амалды орындау керек. Бірінші, бүкіл терминологияның бәрін қазақ тіліне аудару керек. Және ол жақсы сәтті аударма болу керек. Қазіргідей орыс тіліндегі баламасын қолдана бермей, немесе оны аударған кезде ол ұзын, ыңғайсыз, қолайсыз сөздер болмау керек. Қолданыста ыңғайлы, өте ықшам, жақсы сәтті аудармалар болу керек. Немесе ең болмағанда оларды дұрыстап қазақ тіліне бейімдеу керек. Ол бір. Екінші, бүкіл жұмыстағы іс-шаралардың бәрі қазақ тілінде өту керек. Семинарлар бола ма, конференциялар бола ма, жиналыстар бола ма, сондай іс-шараның бәрі тек қазақ тілінде өту керек. Және үшінші, мамандардың біліктілігін арттыруға қажетті білім, ақпарат бәрі қазақ тілінде болу керек. Бүкіл заманауи қажетті білімнің бәрі дер кезінде қазақ тілінде аударылып тұру керек, және оның бәрі қолжетімді болу керек. Ол қандай ақпарат болсын, ол оқулықтар бола ма, кітаптар бола ма, нұсқаулықтар бола ма, протоколдар бола ма, біліктілікті арттыру курстары бола ма, бәрі 100% қазақ тілінде қолжетімді болу керек. Дер кезінде соның бәрі қазақ тіліне аударылып, қазақ тілінде сондай материалдардың бәрі дайындалып тұру керек. Тек осы 3 шартты орындаған кезде ғана біз кеңсе тілін қазақ тілі қыла аламыз. Және тек сол кезде ғана қазақ тілі қажетті деңгейде дами алады. Осының бәрін істемей, ешқашан біз қазақ тілін қажетті деңгейге дейін көтере алмаймыз. Біз қанша тырыссақ та, қанша күш жұмсасақ та, оның бәрі бекер болады. Сондықтан бізге осы 3 шартты орындау керек. Ал оның бәрі біздің қолымызда. Оның бәрін жас мамандардың бәрі өздері істей алады. Әрбір ұжымда сондай өздеріне жауапкершілік алатын адамдар болу керек. Әрбір маман өзі сондай істі қолға алу керек. Егер әрбір ұжымда осылай қазақ тіліне жаны ашитын білікті мамандар болса, осының бәрін қолға алу керек. Және ол мамандарға да белгілі бір шарттар болу керек. Бірінші, олар қазақша судай болу керек. Екінші, олардың ең болмағанда ағылшын тілі жақсы деңгейде болу керек. Үшінші, ол өз жұмысында нағыз профессионал болу керек. Осы 3 шартқа сай болған кезде, ол бүкіл терминологияның бәрі қазақ тіліне жақсы дұрыстап аударылады. Және жұмыстағы шараларды қазақ тілінде өткізе алады. Осындай адамдар жиналып, қазақ тілінің жанашырлары әрбір ұжымда жиналыстарды қазақ тілінде өткізе бастаса, қазақ тілінде семинарлар өткізе бастаса, бірте-бірте содан кейін келесі деңгейге өтуге болады. Ол конференциялар, ол одан да ірі іс-шаралар, соның бәрі қазақ тілінде өте бастаса, қазақ тілінде бүкіл қажетті ақпараттың бәрі дер кезінде шығып тұрса, онда бірте-бірте қазақ тілі кеңсе тіліне айналады. Сол кезде бізде әрбір салада қазақ тілінің үстемдігі орнайды. Сонда қазақ тілі өзінің қажетті статусына лайық болады. Нағыз мемлекеттік тіл болады. Бізге бәрімізге осыған ұмтылу керек. Әрбір жас маман өзіне осындай жауапкершілік алу керек.